тарам жасқа шалынған қарт үнсіз ғана алыстап қойларына кетіп бара жатты. Жеміс бергелі баласы қарт көңілін еш қалдырып көрген емес еді. Мәпелеп өсірген баласына дәл осы жолы қатты ренжіді. Көңілі құлазыған қарттың бойы тіпті шөкімдей болып, белі де бұрынғыдан бетер бүкшие түскендей. Малдарын қайырып ауылға бет алғанда мешіттен әуелеп шыққан азанға құлақ тұрды. Азан өте бір ерекше, әуезді үнмен оқылып жатқандай. Тіпті астарынан қуаныш та сезілетін секілді. Бірден іркіліп бойын жинап ала қойды. Қарт байғұс өмірге қайта келгендей күй кешті. Өйткені есіне бір нәрсе түскен еді. Бұл жолы көзіне қуаныштан жасалып балаша мәз болған қарт әлгіндегі алма ағашына жеткенше асықты. Келе сала оны айналып толғанып, кең құшағын төсе құшақтаған қарт, "Күнім әшейін", деді иегі кеңсеңдеп жылаған күні. "Айналайын балам, жарығым, ұмытшақ, мен байғұсты ренжітпей тұрып ақ білдірсең болмас па еді. Бүгін ораза айының алғашқы күні екен ғой.